Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2018 жылы жарық көрген провинциялы фильмі. Фильм басында жылап тұрған, үстіндегі көйлегі жыртылған қыздың алдына көлік тоқтайды. Сол көлік қызды отырғызып, белгісіз жаққа алып кетеді. Бокс жаттықтырушысы Кич Холл федерацияның жас спортшыларға дұрыс қарамайтынына наразы болады. Ал оның әріптестері болса үнемі ішіп, өздерін ғана ойлайды. Бір шенеунік Кич Холлге тиісіп, оны сыртқа сүйреп шығады. Бірақ Кич Холл оны тез-ақ ұрып құлатады. Сол үшін бірден жаттықтырушы жұмысынан айырылып қалады. Содан кейін ол амалсыздан кішкентай қаладағы қыздар мектебіне мұғалім болып жұмысқа тұрады. Жолда келе жатқанда көліктің дөңгелегі жарылып қалады. Кич Холл көліктен түсіп, айналаға қараса, хабарландыру қағаздарын көреді. Онда жергілікті оқушы қыздың жоғалып кеткені жазылған. Біреу оны көлікпен жөндеу орталығына дейін жеткізіп тастайды. Сол жерде оның көзі қыздардың төбелесіне түседі. 3 қыз жоғалып кеткен сүйен туралы плакатты жыртып, үстіне шимайлап тастаған екен. Сол үшін олардың басшысы сыныптас қыздан басынан соққы алады. Не деритесь тут, домой топайте. Дяденька, идите куда шли, не бесите народ. Кич Холл қыздармен қалай сөйлесуді білмейді, өйткені ол бұрын тек ұлдармен ғана жұмыс істеген. Оны осы жерде полицей болып істейтін бұрынғы шәкірті қарсы алады. Юджин жоғалып кеткен Суньонның әжесімен қолынан келгенше сөйлесіп көмектесіп жүреді. Өйткені Юджин мен Суньон ең жақын құрбылар болған. Суньон тезірек есейіп, осы қаладан кетуді армандайтын. Сонымен қатар ол кешкі уақытта бір жаққа жұмыс істеуге кетіп жүретін. Бір күні кешке Юджиннің соңынан біреу аңдып жүреді. Бақытына қарай, қыз автобусқа мініп үлгереді де, әлгі адам артта қалып қояды. Кейін директордың орынбасары Кич Холлды мұғалімдер бөлмесіне алып барып, оны жаңа мұғалім ретінде ұжыммен таныстырады. Впредь я... Туда садитесь. Дене шынықтыру мұғалімі қайта-қайта иіліп сәлем беріп, өз орнына отырды. Аулада екі оқушы қызбен соқтығысады. Вот тут еще одно. Что за странный мужик? Бандит какой-то. Эй! Кич Холлге қосымша тапсырма береді, оқу ақысын төлемей жүрген оқушылардан қарыз ақшаны жинау. Мұны асханада істеген ыңғайлы болады. Кич Холл қолындағы тізім бойынша қарызы бар қыздарды іздей бастайды. Ал қыздар болса, осы бойы ұзын, икемсіз мұғалімді мазақ қылып күледі. Бұл біздің мектепке неге келген деп таңғалады. Сол кезде мектеп директоры Ките келеді де, Кич Холлмен танысады. Кейін дене шынықтыру мұғалімі мектепке 300 мың қарызы бар Юджиннің соңынан жүреді. Сонымен қатар ол Хан Сионды да іздейді. Бірақ ол қыз неге екені белгісіз, соңғы кезде мектепке келмей қойған. Она из дома сбежала? Она не сбежала. Да я просто спросил. Не болтайте просто так о том, чего не знаете, ладно? Чего дети в этом районе такие? Вечно злые. Мұғалімдер Юджинді қабырғаға хабарландыру қағаздарын іліп жүрген үшін ұрсады. Өйткені жоғалып кеткен қызды ешкім ойламайтындай, тек оның құрбысы Юджин ғана іздеп жүр. Дәретханада бір мұғалім Кич Холлге тиісіп, қолына желпуыш ұстатып, газынды таратып ал деп мазақ қылады. Осыдан кейін бұрынғы боксшы таза ауа жұту үшін далаға шығып, қалада біраз серуендейді. Ойын автоматынан ойыншы ұтып алған кезде қатты қуанады. Сол кезде алаңда мектеп директоры Ките сөз сөйлеп жатады. Ол саясатқа араласып, қала әкімі болуға үміткер болмақшы екенін айтады. Ал сол уақытта Юджин құрбысын іздеуді жалғастырып жүреді. Іздеп жүріп, бір түнгі клубқа келеді. Сол жерде 3 жігіттен сұрай бастайды. Солардың біреуі Сүйонды танитынын айтады. Осы кезде бұрыштан Кич Холл шығады. Ол Юджиннің артынан аңдып келген екен. Соны пайдаланған Юджин жоғары қабатқа қарай жүгіріп кетеді. Ал әлгі 3 жігіт Кич Холлге тиісіп күш көрсетпек болғанда, ол оларды оңай ғана ұрып, жан-жаққа ұшырып жібереді. Мы тихо уйдем, поэтому не будем создавать друг другу проблем. Кич Холл Юджинді клубтан шығарып бара жатып, клубтың иесі Пактың жанынан өтеді. Юджин бұрыннан үлкендерге бәрібір екенін көріп үйренген, сондықтан дене шынықтыру мұғалімі маған көмектеседі дегенге сенбейді. Сол кезде клубтан бір жұмысшы әйел шығады. Бірақ ол жоғалып кеткен қыз туралы ештеңе білмейтінін айтады. Бұл туралы бастық әйелмен сөйлесу керек дейді. Кич Холл Юджинді үйіне апарып, түнде көшеде жалғыз жүрмеуін ескертеді. Юджин көліктен түсісімен біреу оны аңди бастайды. Көлік өтіп кеткен соң Юджин бәрі бітті деп ойлайды. Бірақ кенеттен әлгі көліктен бір ер адам жүгіріп шығып, оны шокермен ұрып, есінен тандырады. Сол кезде Кич Холл Юджиннің телефоны өз көлігінде қалып қойғанын байқап, қайта оралады. Қайтып келгенде ол қызға шабуыл жасаған қылмыскерді көріп қалады. Бірақ қылмыскер тез көлігіне мініп, қашып кетеді. Юджин бұл адам өзінің құрбысын ұрлап кеткен сол адам болуы мүмкін деп күдіктенеді. Ал полиция болса, әдеттегідей ешқандай белсенді әрекет жасамайды. Сондықтан Кич Холл көмек сұрап, өзінің таныс адамына жүгінеді. Это что за работнички? Перегар за километр. Сөйтсе, жоғалған қыз туралы арызды полиция тіпті қабылдамаған екен. Өйткені арызды оқушы емес, туысы беруі керек деп сылтау айтқан. Бұл жағдай Кич Холлды қатты ойландырады. Таңертең ол Сүйонның әжесінің үйіне барып, оның қолы қойылған арызды алып келеді.
Сосын таныс полицей досынан сол арызды қабылдауын сұрайды. Кичхоль жұмыста сурет пәнінің қарапайым, жуас мұғалімінің жанында отырады. Күннің соңында директордың орынбасары жаңа мұғалімге жоғалған жоғары сынып оқушысы туралы басыңды қатырма. Ол бұрында осылай жоғалып кеткен деп, бұл істі маңызды емес сияқты көрсетеді. Сонымен қатар, ол Кичхольге жоғалған қызды емес, оқу ақысын төлемеген оқушылардың қарызын жинаумен айналысуды тапсырады. Ал Юджин болса, өзіне шабуыл жасалғанына қарамастан, құрбысын іздеуді тоқтатпауға шешім қабылдайды. Сурет пәнінің жас мұғалімі оны жұбатып, қолдау көрсетуге тырысады. Ал осы кезде бір детектив арызды қабылдаған патруль полицейге ұрсып жатады. Сол сәтте Кичхоль дәретхана маңында темекі шегіп тұрғандарды байқап, әйелдер дәретханасына кіріп барады. Взяли сигареты и на выход. Доказательства есть? Да у тебя дым из ноздрей валит. Кичхоль темекі іздеп, дәретханадағы кабиналарды тексере бастайды. Бірақ темекінің орнына кішкентай жасырын видеокамера тауып алады. Осыдан кейін директордың орынбасары оны кабинетіне шақырады. Ол Кичхольге полицияға арыз бергені үшін ұрса бастайды. Неге сен бізге артық проблема жасап жүрсің деп, оған қатты наразы болады. Делайте только то, что вам велят, и не лезьте куда не следует. Договорились? Кичхоль мектеп басшылығына бұл камера туралы айтудың пайдасы жоқ екенін түсінеді. Сондықтан ол камерадағы жазбаны өзі қарайды. Сол кезде видеодан қасындағы жуас көрінетін сурет мұғалімін көреді. Ол қыздармен өте жақсы тіл табысып жүрген сияқты еді. Кичхоль бірден мұғалімдер бөлмесіне жүгіріп барып, әлгі мұғалімнің ноутбугын қарайды. Сол жерден ол Юджинмен жазысқан хаттарды көреді. Сонымен қатар жоғалып кеткен қызбен де хат алмасқаны белгілі болады. Ол қызға сабақтан кейін үйіне жеткізіп саламын деп уәде берген екен. Ал дәл сол кезде Юджин сол мұғалімнің көлігіне отырып жатқан болады. Кичхоль дереу Юджинге қоңырау шалып, сурет мұғалімінің күмәнді адам екенін айтады. Өйткені оның құрбысы дәл сол мұғалім көлігімен кеткен түні жоғалып кеткен. С кем разговаривала? С мамой. Полиция көлігін көрген Юджин қашпақ болады. Бірақ кейін оны ұстап қалып, белдікті тағады. Учитель, но нам же в другую сторону ехать нужно. Юджин Кичхольге хабарлама жазып, сурет мұғалімінің үйіне бара жатқанын айтады. Сол жерде ол құрбысына тиесілі брелокты байқап қалады. Осыдан кейін Юджин күмәнді сұрақтар қоя бастайды. Мұғалім ашуланып кетіп, оны жұдырықпен басынан ұрып, есінен тандырады. Юджин есін жиғанда қол-аяғы байлаулы еденде жатқанын көреді. Кейін болса, бұл жай ғана түсінбеушілік, мен Сүйонға ештеңе істеген жоқпын деп ақталады. Бірақ көрші бөлмеде Сүйонның телефоны жатқан болады. Бақытына қарай осы кезде Кичхоль келіп жетеді. Ол қоршаудан секіріп өтіп, үйге кірмек болады. Кейін болса, Юджинді жасырын бөлмеге сүйреп апарады. Кичхоль есікті жұдырығымен сындырып кіріп, мұғалімді бір ұрып құлатады. Біраздан кейін есін жиып, полицияға айтпауын өтінеді. Ол қайта-қайта мен Сүйонға тиіскен жоқпын деп айта береді. Сөйтсе, сол түні ол шынымен Сүйонды жолдан алып кеткен екен. Қыздың үсті жыртылған, денесі тырналған болған. Бірақ біраз уақыттан кейін қыз көліктен түсіп, мені осында қалдырыңыз, қазір мені алып кетуге келеді деп, оны жібереді. Кейін қайтадан сол жанармай бекетіне келеді. Бірақ дәретханадан тек қыздың сынған телефонын ғана табады. Ол полицияға хабарламаған, өйткені өзін күдікті, бұзақы деп ойлап қалады деп қорыққан. Ал өткен түні Юджинге шабуыл жасағанда ол емес екенін айтады. Кичхоль оны жазаламақ болған кезде үйге полиция келіп қалады. Бірақ детективтердің әрекеті де күмәнді көрінеді. Олар біреуге қайта-қайта қоңырау шалып, бір нәрсені жасырып жүргендей болады. Полицейлер патруль қызметкерін қатты осып тастайды. Соның кесірінен ол жоғалған қыз туралы арызды жойып жіберуге мәжбүр болады. Сөйтсе, жемқор полицейлер клуб иесімен байланыста болған екен. Өйткені клуб иесіне бұл істің тергелмей жабылып қалғаны тиімді. Ал Пак болса, саясаткер Китемен де байланыста жүреді. Бір кезде Ките ашуланып, бандитке бірнеше рет шапалақпен ұрып жібереді. Что такое? Что случилось? Сакдже, у нас проблемы. Таңертең мектептің сайтында сурет мұғалімі туралы мақала шығады. Онда оның бұзық, қауіпті адам екені жазылған. Мұны Юджин әдейі істеген, бәрі балалардың жанында қандай адам жүргенін білсін деген. Осыдан кейін директор Кичхольді кабинетіне шақырып, бізге мұндай дене шынықтыру мұғалімі керек емес деп, оны жұмыстан шығаратынын айтады. Кичхоль қарсы шықпасын деп, оған қомақты өтемақы ақша береді. Ал Юджин болса, көшеде әлі де құрбысы туралы хабарландыру қағаздарын таратып жүреді. Кичхоль енді бәріне көндігейін деп, бұл өмір осында екен деп ойлай бастайды. Бірақ дәл сол кезде оған патруль полицей қоңырау шалып, өзеннен жоғалып кеткен қыздың мәйіті табылғанын айтады. Мұны естіген Юджин қатты шок болып, жүгіріп кетпек болады. Бірақ Кичхоль оны тоқтатып қалады. Ал детективтер болса, қылмыстың ізін жасыруды жалғастырып жатады. Бақытына қарай, сол патруль полицей Сүйонның сынған телефонын жасырын түрде алып қалған екен. Бірақ жемқор полицейлер оны камера арқылы көріп қояды. Патруль полицей телефонды жөндетіп, ішін тексергенде Сүйонның түнгі клубта жұмыс істейтін бір әйелмен хат жазысқанын біледі. Ол бұл туралы Кичхольге айтып үлгереді. Бірақ бір сәттен кейін біреу оны бейсбол таяғымен басынан ұрып, есінен тандырады. Кичхоль қайтадан клубқа барып, Сүйонға қамқор болған әйелді табады.
Қыздың өлгенін естіген әйел сол түні не болғанын айтып береді. Сөйтсе, Сүйон саясаткер Ките ұйымдастырған кеште ішімдік ішкен екен. Харт саясаткерге осы әдемі қыз ұнап қалады. Бірақ сол сәтте ақ оның өз мектебінде оқитын Сүйон екенін танып қояды. Ты как додумался учеников моей школы сюда таскать? Ну это, просто мы собирали набор из самых младших. Сол уақытта тағы бір ересек адам Сүйонды төсегіне сүйреп апармақ болады. Бірақ мектеп оқушысы қарсы шығып, қашып кетеді. Содан кейін бандит Сүйонге қоңырау шалып, сол жерде қал, мен қазір келемін деп бұйырады. Әйел сол кезде одан басқа ештеңе білмейді. Сол уақытта пак таяқтары бар жігіттерді шақырады. Олар сөйлеспестен Кичхольге шабуыл жасап, оның басын сындырады. Кичхоль өз қолын жұмсап, барлық шабуылдаушыларды бір соққымен құлатып тастайды. Бандит пышақты қолданбақ болады, бірақ ақырында өз серіктерінің қасында жата қалады. Пак есін жиып, Сүйонды өлтірмегенін айтады. Сол түні ол жоспарлағандай жанармай бекетіне барған, бірақ сол кезде белгісіз біреу қызды ұстап, дәретханаға сүйреп апарып кеткен. Ол Сүйонның аузы мен мұрнын жабып, қыз дем ала алмай қалғанша ұстап тұрған. Дәл сол әдіспен ол Юджинді де ұстап алады. Пак өлтірген адамды таныған. Ол саясаткер Китенің ұлы. Сол бір сурет мұғалімі бірінші жолы өзін ақымақ қылып көрсеткен адам. Саясаткер өз ұлын көруге жанармай бекетіне келеді, ұлының жасағанын байқайды. Сол Кита оқушының телефонын сындырады. Ауытқулы бұл адам Сүйонды өлтіргісі келмегенін айтады. Әкесінің ұлына соққы береді, бірақ жеткіліксіз болған сияқты. Кичхоль қайтадан мұғалімнің үйіне кіріп кетеді. Ол мұғалімде жасырын бөлме бар екенін есінде сақтайды. Кичхоль жабық есік алдында тұрып, оны сындыра бастайды. Бірақ қате болып, іште маньяк та Юджин де болмай шығады. Дегенмен ол сол бөлмеден олардың қазіргі мекен-жайын табады. Сол жерге бірінші болып саясаткер Кита жетеді. Так вот чем ты, псих, здесь занимался. Саясаткер ұлына дереу приказал сыну Америкаға возвращаться қайтып кетуді бұйырады. обратно в Америку. У меня еще семестр идет. Да и детей оставлять. Шындығында Ките болашақ сайлауларға уайымдап, дәл сол кезде біз оның сол аянышты қызды өлтіргенін білеміз. Ол дәретханада есін жиған Сүйонды аямаған, қыз тыныш болады деп ант бергеніне қарамастан. Ките ұлында қолымен аяғымен ұрып, оны картиналармен соғып жыға бастайды. Содан кейін директор шкафты қарағысы келді, мүмкін тағы бір куәгер жасырын тұрған шығар деп ойлады. Бірақ қоңырау шалынды, сол себепті ол назарын басқаға аударуға мәжбүр болды. Бұл бөлме тікелей Ките үйінде орналасқан. Мұғалім есікті ашқанда Юджин оның бетіне бояу шашып қашпақ болады. Бірақ есік жабық болғандықтан қыз стол астына тығылып қалады. Ким ашуланып құрбасының қайда жасырынғанын білетінін көрсетеді. Юджин тағы қашуға тырысады, бірақ аяғы мен мойнын сынықтарға сүртіп жарақат алады. Оған қайтадан Кичхоль көмектеседі. Кичхоль үшін жоқ есік жоқ, ол кез келген есікті сындыра алады. Кичхоль жараланған қыздың үстіне еңкейген кезде, оны кенеттен пышақпен соғады. Дегенмен сол сызат оны тоқтата алмайды. Кичхоль маньяк мұғалімдерді жеңіп тастайды, бірақ кейін Юджин оны кешіруін сұраған кезде қайта оралады. Алайда бұл маньяктың айласы болып шығады, ол қайтадан Кичхольге шабуыл жасайды. Бірақ Кичхоль бұл жолы оны еттен жасалған ойыншық сияқты жеңіп тоқтатады. Физрук қызды ауруханаға жеткізгенде, Ките сайлауда жеңіп, жаңа қала әкімі болғанын біледі. Кичхольдің басы жараланған, бірақ ол күш-қуатын жинап, Юджинді ауруханаға апарады. Қабылдау бөлмесінде ол саясаткердің қанағаттанған жүзін көреді. Мұндай әділетсіздікті көре алмай, Кичхоль жолда Китенің көлігін кесіп, ол бағанаға соқтығылады. Көліктің жүргізушісін құлатып, Кичхоль қаланы билеп отырған ұятсыз, өлтіруші саяси шенеунікке көз салады. Полиция келіп жетеді, бірақ Кичхольді ұстамақ емес. Патруль полицей шындықты ашуға көмектескендіктен Ките мен ұлы сотталып, түрмеге қамалады. Ал Кичхоль қаланы тастап, жаңа өмір бастау үшін кетеді. Бірақ кетер алдында ол әрине Юджинге барып, ойын автоматы арқылы ұтып алған сол ойыншықты естелікке қалдырады. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Және кино туралы өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің шолуларымыздың толық нұсқасын Telegram каналымыздан көре аласыздар. Келесі кино таймда кездескенше.